Осы сөзімді қиып салыңыздар. Венесуэла президенті Николас Мадуроға қарсы операция әлемнің қалған бөлігіне ескерту болуы керек деп айтты Дональд Трамп. Міне. Енді бүкіл жер бетіндегі диктаторлардың желі шыға бастады. Қалың елім қазағым, көтерілетін кез келді. Қанды қаңтар қайталанбайды. Айтпақшы, бүгін 5 қаңтар. Біз осы қаңтар кезінде биліктің қандыға сап қырғынына ұшыраған, орысқұл биліктің, орыстың және мынау Тоқаевтың ескертусіз оқ атыңдар деп қандыға сап қырғынына ұшыраған, бейуаз кеткен шахиттерге, 4 жастағы Құрттай, Періште, Айкөркемге, тағы басқа барлық қорлық көрушілерге, мүгедек болушыларға, түрмеде азапталушыларға жаратушыдан медет сұраймыз. Ал осы қанды қаңтарда мынау зұлымдардың атқан оғынан бейуаз күйде кеткен, ажал құшқан боздақтарымызға жаратушы Алладан жандарын жәннатта қылсын деп дұға етеміз. Күллі әлемнің Раббысы ежелден бар, мәңгілік, теңі жоқ, серігі жоқ, ұқсасы жоқ Алла. Мынау зұлым Назарбай Тоқаевтың тепкісінен, езгісінен қаза болғандарға, түрмеде қаза болғандар, оққа ұшып қаза болғандар, азаптаған, мүгедек болғандарға мейір шафағатын төк, жан тапсырғандардың жанын жәннаты қыл. Ал артында қалғандарға Алла бұл дүниенің де қызығын, ол дүниенің де қызығын беріп несіп қыл. Мына зұлым қаншер Назарбаев Тоқаевты Құлыбаевты қыландарға және оның айналасындағыларға, оның өмірін ұзарту үшін еңбек етіп отырған дін тонын жамылған дінкеш мұнафиктерге, оның өмірін ұзартуға қызмет істеп отырған биліктің сайраушы бұлбұлдарына, оның өмірін ұзартуға қызмет істеп отырған титушкаларға, жалдамалы жазғыштарға, осы биліктің итаяғынан жуын ішіп, осы биліктің жемтіктесі болып отырған қалың қазақ қоғамындағы атқамінерлерге, қаңылтыр кеуделі қайраткерлерге, осы биліктің атарман шабармандарына жаратушы Алланың қарғысы болсын. Жаратушы Алла оларды бұл дүниеде де сорлы қылсын, ол дүниеде де жаһаннамның отында жандырсын. Мына зұлым орысқұл, қытайқұл, Назарбаевтық, Тоқаевтық қылмыстық, бандиттік, қарақшылық жүйенің күл талқанын шығарсын, бірімен бірін ит жерылдатып қойсын, олардың ішкі берекесін алсын, ақылын азайтсын, жолдан тайдырсын, отбасының күл талқанын шығарсын, жүректерінен тыныштықты, махаббатты, мейірімді алып тастасын, біріне бір сенбейтін, бірімен бірі алтыбақан алауыз болатын қылсын. Не нәрсені жақсы көрсе, ненен рахат алса, со нәрсесінен айырсын. Не нәрсені жақсы көрсе, нені жеткен жетістігім деп соны жақсы көрсе, сонысынан айырсын. Денсаулығынан айырсын, ішкенін ірің қылсын, жегенін желім қылсын. Бұл дүниеде масқара қылсын, бұл дүниеде адамның қоры қылсын, ол дүниеде жаһаннамның отында жандырсын. Ей күллі әлемнің Раббысы Рахман Рахим Алла, күллі ғаламның жаратушы, жалғыз иесі, күллі кайнатты жоқтан бар етуші, ахирет күннің жалғыз сұрақшысы, жәннат пен тозақтың иесі Алла, жанымыз қолыңда болған жанымызбенен, ей Алла, бір өзіңнің бірлігіңе, барлығыңа, пәктігіңе, хақтығыңа ежелден бар, мәңгілік, теңі жоқ, серігі жоқ, ұқсасы жоқ екендігіңе зікір етушіміз жоқ, серігі жоқ, ұқсасы жоқ екендігіңе зікір етушіміз, шүкір етушіміз, өзіңнің бірлігіңді, барлығыңды хақтаушымыз Алла. Ей Алла, мынау езілген, қиналған, адасқан, азған, тозған қазақ халқына мейір шафағатыңды төк. Ей Рахман Алла, ей Рахим Алла, қазақ халқын мына зұлымдардан құтқара көр. Қазақ халқына азаттықты, еркіндікті, теңдікті несіп қыл. Мынау зұлымдардың қазақ халқын тонаған зұлымдығын тоқтата көр. Қазақ халқына да бір еркіндікті, теңдікті несіп қыл. Өзің берген жер асты, жер үсті байлығын қазақ халқының өзінің несібесі қылып бере көр Алла. Ей Алла, сен Рахмансың, Рахимсың Алла, сен ерекше мейірімсің және кешірімсің, сен кешіргенді ұнатасың Алла. Ей Алла, біздің біліп және білмей істеген, таудан үлкен, тастан қатты, теңізден терең күнәмізді кешірмете көр Алла. Ей Алла, өзің ғана білетін, жұрт білмейтін айыбымызды жүзімізге ұрып шерменде қылма, ол айыбымызды ахиретке дейін жасыр. Ей Алла, ей мейірім иесі Алла, ей Алла, біздің қазақ халқын құтқара көр. Мына зұлым Назарбай, Тоқаев, Құлыбаев және оның айналасындағы қазақ халқын езіп қанап отырған орысқұл, қытайқұл мына жүйенің тас талқаны шығар. Олардың осы жүйенің өмір сүруіне қызмет істеп жатқан барлығын бұл дүниеде де жазала. Ей қауи Алла, ей мұнтақим Алла, ей қаһар Алла, ей қауи Алла, сенің қауи есіміңе сансыз зікірлер болсын. Ей мұнтақим Алла, сенің мұнтақим есіміңе сансыз зікірлер болсын. Ей қаһар Алла, сенің қаһар есіміңе сансыз зікірлер болсын. Ей Алла, мынау зұлымдарды, мынау қазақ халқын аздырып тоздырып отырған мына зұлымдар, тонап отырған ұры қарақшы жүйені және олардың барлық жалдамалы жазғыштарын, барлық олардың айтқыш бұлбұлдарын, осы биліктің өмір сүруіне қызмет істеп отырған дін тонын жамылған дінкеш мұнафиктерді және осы жүйеге қызмет істеген барлық атарман шабарманды, барлық солардың айналасындағыларды, осы жүйемен бірге қазақ халқының қанын теспей сорып, қазақ халқын жоқшылықта, кедейшілікте аздырып тоздырып ұстап отырғандарға, ей қауи Алла, ей мұнтақим Алла, ей қаһар Алла, жазаңды жібер. Олардың жазасын тек қияметке қалдырма. Бұл дүниеде де жазала, бұл дүниенің қоры қыл, бұл дүниенің де азабын тартқыз және ол дүниеде оларды жазала. Ей шексіз құдірет иесі Алла, қанды қаңтарда қаза болған боздақтардың жанын жәннатыңмен сүйіншіле, топырағын торқа қыл. Ей Алла, олардың артында қалған туыс туғандарына бұл дүниеде де бай бақытты, баяшатты болатын, ол дүниеде өзіңнің сүйікті бақытты құлдарың
Мұраттың фирдаусы жәннаттарында болатын бақытты жаза көр алла. Ей алла, қазақ халқын екі әлемде өзіңнің сүйікті бақытты мәртебелі құлдарыңнан ет. Қазақ халқының жүрегіне ерлікті несіп қыл алла. Ей алла, қазақ халқының жүрегіне ерлікті несіп қыл. Саяси сауатты қыл, көзін, көкірек көзін аш, аздырған тоздырған мына мұнафиктердің барлық уәсуасынан, аздыру тоздыруынан құтқара көр алла. Мына орысты 30-ға, Қытайды 40-қа бөлшектеп жібер. Орыс пен Қытайдың езгісінде, тепкісінде жатқан барлық қорлық көрген халықтарды еркіндікке, теңдікке жеткізе көр. Күллі Орта Азияда қазақ, өзбек, қырғыз, тәжік, түрікмен, татар, ұйғыр, башқұрт, сақа, ноғайларды және орыстың тепкісінде жатқан күллі басқа қауымдарды да азаттыққа, еркіндікке, теңдікке жеткізе көр алла. Күллі әлемнің раббысы, сен шексіз құдірет иесің, сенің бол дегенің болады. Осы жасаған дұғамызды қабыл ете көр алла. Осы қанды қаңтарда қаза тапқан барша боздақтарды жәннатыңмен сүйіншілей көр алла. Амин. Аллаху акбар. Ал бүгінгі менің тікелей эфирім, айтатын ойым осымен тәмам болды. Мен енді түстен кейінгі кездесуіме қазір шықсам қалай екен? Біраз уақыт онлайн сұрақтарыңызға жауап бере кетейін. Мен рұқсат болса бір кесе шайымды құйып алып ішіп алайын, сосын ары қарай жылжиын. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар.